Armısızlar kıymetli okurmanlar, gençlik paydaşlarım. Adam sanasının мәңгілік өшпес, ең керемет, ең ғажап, ұмытылмас есептердің бірі балалық шақ. Өнерімізден шыққан танымал тұлғаларды таныстыру мақсатында кітапханамыз үлкенге 100 сұрақ онлайн жобасын қолға алған болатын. Алғашқы сұхбатымыз аяулы ана, өз кәсібінің хас шебері Рыспаева Сәуле Мақтанқызымен өтті. Ал бүгінгі сұхбатымыз ақын, айтыскер, журналист, Ақжол газетінің тілшісі Есет Жанабайұлымен өтпек. Сәлеметсіз бе аға? Менің есімім Мирай. Саламатсың, қош келдік сізге. Сіз дайынсыздар ма сұрақтарға? Дайынмын деп ойлаймын. Сіздің көп балалы отбасын екеніңізді білеміз. Сіз нешінші бала болып туылдыңыз? Мен ұл баладан ең кенжесімін. Менен кейін қарындасым бар. Сонда соңғы балалардың біреуіміз ғой. 12 туды анамыз, қазір 9-ы бар. Сол анаңыз 9 баланың барлығын мейірімге бөле алды ма? Ой, бөле қандай асығымен бөледі деп ойлаймын. Қайта біз сол анамызға ештеңе істей алмай қалдық. Өйткені ол кісі 68 жасында 14 жыл бұрын осыдан өмірден озып кетті. Анаңыз сізді қалай еркелетті? Мені есқа дейтін осылай енді. Сізді бір жазушы жас тіл деді. Неге? Ол бір жазушы емес, ол Андихан Қалдыбаев балалар жазушы белгілі. Ол екеуміз, ол кісі білесіз, өмір бойы Ақжол газетінде еңбек еткен, Ақжолдың бас редакторы болған. Кейіннен Арай жастар газеті ашылғанда мен сонда еңбек етіп жаттым. Сол кезде ол кісі де сол жерде советник дейді ғой, кеңесші болып жұмыс істеді. Сол кезде ол кісі газеттің қатесін қарайтын енді, өмір бойы білімі жиған тәжірибесі өте мол кісі ғой, газеттің қатесін қарап отыратын. Сонда мен көбірек материалдар жазамын. 12 бет болса, Арай соның кейде 4 бетін, 3 бетін өзі толтыратынмын. Соған қарап, мені еңбекқорлығыма қарап, мені жас білдеді. Ал енді мынау ол кезде Мұхатаев Молдахан деген кісі болған екен. Облыс әкімдігі бар ғой, білесің ғой, облыс әкімі. Соның баспасөз қызметінің бастығы болған екен сондай кісі. Сол кісі кезінде көп жазған екен, мен құсап. Оны бас біл деді да, мені жас біл деді. Бұл әңгіме осылай. Қараңыз енді, адам өсе келе, оларда кедергілер болады, қиындықтар болады. Сіз сондай кездерді, балық шағыңызды есіңізге аласыз ба? Міндетті түрде есіме аламын. Енді дұрыс айтасың, қиындықтар әр кезде емес, сәт сайын шығып тұрады алдыңнан. Сол кезде ең сағынышпен еске алатыным балалық шақ. Кеше ғана ауылға барып келдік, бір сыныптасымыздың ағасы қайтыс болды, өмір ғой енді. Сол кезде де сыныптастармен бірге барып, қайтарда сол балалығымды еске алып, неге мен әлі оқушы болып жүрмедім, неге мен есейіп кеттім деген секілді сондай бір сағыныш жүректі сыздап қоя берді. Қараңыз, сіз ақынсыз, иә? Өзіңіздің жолыңызды қуған ақындық қасиеті бар, ұл қызыңыз бар ма? Жақсы сұрақ екен, бар. Енді менде 3 қыз, сол үлкен менде әншілікке бейім болды, содан кейін ұйымдастырушылық қабілеті бар, андай лидер дейді ғой, сондай қабілет бар бойында. Екінші қызым Інжу Жаңабай, бірінші қызым Маржан, екінші қызым Інжу. Сол Інжу менен үміттенемін, сол аздап өлең жазады, айтыстарға қатысып жүріп, қалалық айтыстардың бірінші орын иегері, облыстық оқушылардың арасында 3-ші орын алған. Жалпы сондай жетістіктері бар, әлі 8 сыныпта оқиды, бірақ енді олай тоқмейсіз болмайды. Алдағы уақыттарда сол жақсы нәтиже күтемін, бұдан да жоғары. Мектепте сіздің достарыңыз қойған лақап атыңыз бар ма? Кличка? Ондай ат жоқ, менде сабақты жақсы оқыдық, сол ондай ат қойған жоқ. Мектепте бұзық болдыңыз? Мен мектепте бұзық болған жоқпын, мен жуас болдым. Өмірімде мектепте 10 жыл жүріп, 2 ақыретте бөліскен екен. Біреуінде теңсіп, біреуінде жеңгем ғой енді. Сіз логиканы Ал тексеріңіз. Қазір қоямыз. Немен тексересіз сонда? Аппаратың бар ма? Әйгерім әкесінде 3 қастар. Гүлсая, Жансая және... Гүлсая.
Ayger'in akesinden 3 kız var. Aha. Gülsaya, Şansaya, Şeniye. Gülsaya, Şansaya. Nursaya şunu mu? Ayger'in akesinden 3 kız var. Gülsaya, Şansaya, Şeniye. Ayger'in Qaysi sizga ardayim durs bo'lib eslaydi? qaysiz? Yaxshi degan siz. O'tiribdi? Eli iyi. Qaysi sizga? Qaysi ardayim durs bo'lib eslaydi? Turist degan siz. Durs. O sizga tegsin, biroq odamlar uni sizdan jiy qo'llanadi. Menga yaqin. Zama ko'zidan ko'rgan bo'ladi. Yaptırdım. Karanlık. Hadi mi? Buraya. Şap kız beni. Aytsangiz, qaysi? Sizga ko'rgan. Qara tiz, rozvoy tiz degan. Kız. Ko'shada екі akasi, екі balasi, және atasi nemirasiмен qidirib жүр. Ko'shada necha adam? Şakadım. Sen başlar aytam. Және siz sonra qaytalamыз керек. Şapsa alış şapkası. Şapsa Tapam. Şabıs'ta çalış şapkası. Çalış şapsa alış şapkası. Şabıtta at çalış şapkası, çalış şapsa al şapkası. Şiirimiz. Şiirimiz. Al ikinci başım Hasan başka jaktan ak sabak askabak akeldi. Başka jaktan başkarak askabak akeldi. Hasan başlayacaktan ak sabak askabak akeldi. Başkaraktan baskarak akeldi. Dürüst. Aydarbay. 20 siyirdi ünya ayday var. Aydarbay 20 siyirdi ünya ayday var. Dürüst. Yedi sizin lojikanızda. Zaten. Güzel oldu. Oyumuz bak, tosta onday olmasa. Bırak da Bırak. Bırak. Yanan tür, yanan buldurup öyle durmuyor da. Al. Kapatalım. Altta alfatlık kim? Şu yani koyduğumda yıkılıp koy da iki kozlatıp koy. Ben aldım bir. Ben koydum. Yok, bırak da yaklarma. Al. Kızgıldınız. Aldık. Екі алынға 9, тең 5 жыл. Bir tane kozlap var. Ya. Bir sifir kozlap. Ya. Beş tane kozlap ya.
iş oldu. Қазір мынау екі ғой. Иә. Екі. Айланыз. 15 тоқтай тұр. Дұрыс. Қасым бізге қалдым. İzzet Nazarlı, sizi bizim kitapxonamızdan kelganingizga rahmat. O'zingizdan vaqtingizni bizga bo'lib o'tirasiz. Саған да рахмет, айналайын. Кішкентай ғана болсын ба. Үлкен қазақтың белгілі азаматшасы болып, осы мақсатыңа жете бер. Рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Бәріміз де амандықта жүрейік. Рахмет.